Пәтер менікі, ал жөндеу жұмысының ақысын сендер төлейсіңдер. Ал қарақтарым, күтпедіңдер ме? Лариса апайдың удай тәтті, астарында мысқылы мен жеңіс сезімі байқалатын даусы екеуінің құлағына үйде не болғанын түсінбей тұрып ақ жетті. Әлі ауада мангалдың түтіні мен күзгі жапырақтың иісі сезіліп тұр еді. Айгүл лифт ішінде күйеуі Қаламбектің иығына сүйеніп демалыстағы оттың сытырлаған үнін еске алып, жымиып тұрған. Достарының саяжайында өткізген 2 күн. 2 күн бойы ешкім ақыл айтпады, ешкім бақыламады, ешкімнің қадалған жанары арқасынан түйрелмеді. Сол тыныштықтың қуаты 1 айға жететіндей көрінген. Бірақ олар қатты қателесті, ол тыныштық қонақ бөлінің табалдырығынан аттауға да жетпеді. Апа, бұл не? Қаламбек қолындағы азық-түлік салынған ауыр сөмкені жерге түсіріп алды. Сүттің қорабы еденге тарс етіп құлап, паркеттің үстіне ақ із қалдырды. Қонақ бөлме жоқ еді, дәлірек айтқанда, қабырғасы мен төбесі орнында тұрғанымен, бұл енді олардың үйі емес, бөтен әрі суық кеңістікке айналған болатын. Екеуі алғашқы жалақыларына сатып алған, кешкісін бір көрпенің астында құшақтасып фильм көретін қоңыр барқыт диван ғайып болған. Оның орнында қарауытып бос кеңістік тұрды. Қабырғалар ше, құдайым-ай, өздері 1 жыл бұрын ұзақ таңдап, сүйіспеншілікпен жапсырған жұмсақ крем түсті түсқағаздардың орнына көзді ауыртатын ұсақ қабылан өрнегі жарқырап тұр. Арзан, талғамсыз, әрі жанға жайсыз көрініс. Бөлменің іші жаңа желім мен бояудың өткір иісіне толып кеткен. Дәл сол сәтте ас үйден алжапқышын сәндене сүртіп, Лариса апай шықты. Жүзі бал-бұл жайнап тұр. Сюрприз, деді ол қолын жая. Сендер демалып жүргенде үйімізді жаңартып қойдым. Бұрын қабір сияқты суық еді. Енді бәрі заманауи, байлардың үйіндей болды. Мен мұның бәрін өзім үшін емес, бүкіл отбасымыз үшін жасадым. Қаламбек үнсіз қалды. Ол анасына да, қабылан түсті қабырғаларға да аң-таң қарап тұрды. Ал Айгүл алғашқы есеңгіреуден кейін бойында ашудан да қауіпті сезімнің оянғанын аңғарды. Бұл сабырлы, суық әрі есеппен әрекет ететін ашу еді. Лариса апай, деді ол даусын әрең тежеп, біздің диван қайда? Лариса апайдың күлкісі өзгере қалды. Оны лақтырып жібердім. Әбден ескірген, құрт құмырсқаның ұясына айналған. Кейін жаңасын аламыз. Былғары, әдемі диван. Осындай интерьерге лайық болуы керек. Біздің диванды бізден сұрамай тастадыңыз ба? Айгүл 1 қадам алға басты. Тек диванды емес, қабырғаны да бізбен ақылдаспай өзгерттіңіз. Бұл біздің де бөлмеміз. Мұнда шешімді бірге қабылдауымыз керек еді. Осы сөзден кейін Лариса апайдың мейірімді кейпі 1 сәтте жоғалып кетті. Көзі мұздай суып, үні темірдей қатқыл шықты. Қызым, бір нәрсені басынан ақ анықтап алайық. Бұл менің пәтерім. Не істегің келсе, соны істеймін. Сендерге баспана беріп отырғаныма рахмет айтқандарың жөн. Әйтпесе пәтер жалдап жүрер едіңдер. Ол сәл үнсіз тұрып, сөзінің салмағын сездірді. Қаламбек бірдеңе айтқысы келіп еді. Анасы оған мүмкіндік бермеді. Комоттың үстінен майланған мыжылған бір түбіртекті алып, оны Айгүлдің қолына ұстатты. Ал мынау құрылыс материалдарының ақшасының сендердің үлестерің. Бір отбасы болып тұрып жатырмыз ғой. Демек, шығында ортақ болу керек. Айгүл түбіртекке қарады. Соманы көргенде көзі қарауытып кетті. Қабырғаға қарады. Сосын күйеуіне 2 адам тұр. Де, Айгүлда, бәрі өз орнына келді. Тым қарапайым екен. Шешім қабылдайтын кезде пәтер Лариса апайдікі. Ақша төлеу керек болғанда бір отбасы болып шыға керек. Қандай ыңғайлы есеп, апа, мұныңыз артық болды ғой, деп әрең тілі қатты Қаламбек. Артық па? Лариса апай бірден кеудесін ұстай қалды. Мен сендер үшін жанымды салып жүрмін. Үйді көркейтемін. Ал сендерден алатыным алғыс емес, кінәлау ғана. Ойбай, жүрегім қысылып кетті. Қан қысымым көтеріліп барады. Тезірек су әкеліңдер. Бұл оның әрдайым қолданатын, ешқашан жаңылмайтын тәсілі еді. Қаламбек бірден ас үйге жүгіріп, су мен дәрі іздей жөнелді. Ал Айгүл ештеңе демеді. Ол үнсіз ғана жатын бөлмеге кірді. Енді ол дауласпайтын еді. Өйткені дауылмен немесе тасқын сумен айтысудың еш мәні жоқ. Ондай кезде тек бір амал бар, құтылу. Айгүл жатын бөлмеге кірісімен шкафтың жоғарғы сөресінен 2 үлкен жол сөмкесін түсіріп, төсектің үстіне қойды. Сосын еш асықпастан құлыптарын ашып, киімдерін жинай бастады. Сол сәтте бөлмеге анасына дәрісі мен суын беріп келген Қаламбек кірді. Есіктің алдында қатып қалды.
Айгүл, не істеп жатырсың? Киімдерімізді жинап жатырмын, деді Айгүл сабырмен. Бүгін осы үйден кетеміз. Қазір-ақ. Қонақ үй болса да, жалдамалы бөлме болса да табармыз. Бірақ мен бұл үйде енді бір минутта тұрмаймын. Айгүлдің мұздай сабырлы үні Қаламбекке кез келген айқайдан ауыр тиді. Ол әйелінің жүзіне қарады. Бұл ашумен айтылған сөз емес еді. Бұл соңғы шешім болатын. Сол сәтте Қаламбек өмірінде алғаш рет анасынан емес, өзінен ұялды. Жылдар бойы әйелін қорғай алмағанына, үндемей келгеніне, өз үйінде ер азаматтың міндетін Айгүлдің атқарып жүргеніне басын төмен түсірген күйі, жарайды. Мен саған көмектесемін, деді жай ғана. Екеуі жылдар бойы жиналған заттарды қораптарға сала бастады. Шкафтың ең жоғарғы сөресінде қысқы көрпелер мен ескі қораптар үйіліп жатқан. Қаламбек орындыққа шығып, соларды бір-бірлеп түсіріп жатты. Кенет шаң басқан кішкентай ескі чемодан көзіне түсті. Мынау әкемнің чемоданы ғой. Ол шаңын үрлеп тазалап жерге қойды. Тот басқан құлыптарын әрең ашты. Ішінде ескі құрал саймандар, сарғайған сызбалар және көк мұқабалы қалың дәптер жатыр екен. Күнделік Қаламбек дәптерді ашып оқи бастады. Бұл әкесі Виктордың қол жазбасы еді. Әкесін ол анық есіне түсіре алмайтын, өйткені анасы өмір бойы әкең өзімшіл еді. Бізді тастап басқа елге кетіп қалды деп айтып келген. Қаламбек дәптердің ортасынан бір бетін ашып дауыстап оқыды. 12 мамыр. Бүгін Люда менің бала күнімнен атаммен бірге жинаған тиындар коллекциямды сатып жіберіпті. Отбасы үшін жаңа перде аламын, деді. Мен оның менің жеке затым екенін айтқаным сол еді. Айқай шығарып, мені өзімшіл деп кінәлады. Кешке ештеңе болмағандай келіп, перденің түбіртегінің жартысын қолыма ұстатты. Бұл отбасыңа қосқан үлесің, деді. Өзімді тоналған әрі қорланған адамдай сезіндім. Қаламбек үнсіз қалды. Айгүл екеуі бір-біріне таңырқай қарады. Толғинданып жаударды. Тағы да жүрек ұстамасы туралы спектакль. Демалыс күні достарымен балық аулауға барамын дегенім сол еді. Бірден қан қысымы көтеріліп, демі жетпей, есінен танып қала жаздады. Мен үйде қалдым. Кешке қарасам, ештеңе болмағандай теледидар қарап күліп отыр. Қаламбектің қолы дірілдей бастады. Бірінен кейін бірі жазылған жазбаларды оқыған сайын оның анасы айтып келген әңгімелердің бәрі өтірік болуы мүмкін деген ой санасына алғаш рет анық орнықты. Ал Айгүл үнсіз ғана күйеуіне қарап отырды. Енді ол бір нәрсені анық түсінді. Бұл үйдегі мәселе өзінде емес екен. Мәселе жылдар бойы бәрін өз дегенімен істеп үйренген Лариса апайда еді. Ал ең ауыры, дәл осы тағдыр енді Қаламбектің де басына қайталанып жатқан болатын. Қаламбек үнсіз отырып қалды. Әкесінің күнделігіндегі әрбір жол жүрегіне найзадай қадалып жатты. Осы уақытқа дейін анасының сөзіне күмән келтіріп көрмеген еді. Енді болса бүкіл өмірі жалғанның үстіне құрылғандай көрінді. Айгүл, деді ол қарлығын қонмен. Егер әкем рас айтып кеткен болса, мен сонда қанша жыл өтірікке сеніп жүргенмін? Айгүл оның қасына келіп жай ғана иығына қолын қойды. Асығыс қорытынды жасама. Бірақ бір нәрсе анық. Сенің әкең жазғандардың бәрі бүгін болған оқиғамен айна қатесі сәйкес келіп тұр. Қаламбек тағы бір бетті ашты. 17 қараша. Бүгін Люда тағы да менің атымнан шешім қабылдады. Ескі гаражды сатып жіберіпті. Отбасы үшін керек болды, дейді. Ал ақшаның қайда кеткенін ешкім білмейді. Мен қарсы шыққанымда тағы да бұл үйдің қожайыны мен, деді. Бірақ шығын шықса, бірден біз бір отбасы емеспіз бе деп шыға келеді. Қаламбектің қолындағы дәптер дірілдеп кетті. Дәл сол сөздерді бүгін де айтты. Айгүл ауыр күрсінді. Демек, бұл бірінші рет емес. Осы кезде дәлізден Лариса апайдың қатқыл даусы естілді. Болды ма енді? Көрші қоланға масқара қылмай, шығыңдар бері. Екеуі үндемеді. Лариса апай есікті тарс ашып кіріп келді. Не істеп жатырсыңдар? Оның көзі ашық жатқан чемодандарға түсті. Әй, шынымен кетпексіңдер ме? Иә, деді Айгүл сабырмен. Бұл үйде бізге орын жоқ екені анық болды. Орын жоқ емес деп дауысын көтерді Лариса апай. Тек менің айтқанымды тыңдау керек. Қаламбек алғаш рет анасын тоқтатты. Жетер, апа. Лариса апай аң-таң болып ұлына қарады. Не дедің? Жетер, дедім. Бүгінгі дейін үндемедім. Бірақ енді болмайды, әйелің саған қарсы қойып отыр. Жоқ, Қаламбек басын шайқады. Бұған өзім кінәлімін. Мен әйелімді қорғай алмадым. Әкемді де қорғай алмаппын. Әкеңді араластырма. Неге араластырмаймын? Қаламбек қолындағы күнделікті көтерді. Мұнда бәрі жазылған.
Оның не көргені, неге бұл үйден кеткені бәрі бар. Лариса апайдың өңі бірден өзгеріп кетті. Сен қайдан алдың оны? Шкафтың үстінен. Бер маған. Ол күнделікті жұлып алмақ болып ұмтылды, бірақ Қаламбек шегініп кетті. Жоқ, ол саған керек емес. Керек, ол өтірік. Өтірік болса, неге қорқып тұрсыз? Лариса апайдың жүзі қуарып кетті. Бөлмені үнсіздік басты. Айгүл сол сәтте бір нәрсені анық түсінді. Шындық алғаш рет Лариса апайды қорқыта бастаған еді.